Талантты композитор, әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Жақсыгелді Сейілов 1949 жылы қыркүйектің 26 жұлдызында дүниеге келді. Әкесі Уәли ақсақал өзінің саналы өмірінде теміржол саласында еңбек етіп, ел арасында беделді халық сыйлайтын ел ағасы болған екен. Ал анасы Ақбала үй тіршілігімен айналысқан. Жақсыгелді Сейілов 6 айлығында шешек ауруына шалдығып, қошанарынан айырылады. Жақсыгелді Сейіловті ата-анасы қатарынан қалмай оқысын деген мақсатпен 1957 жылы Қарағанды қаласындағы зағип жандарға арналған мектеп-интернатына оқуға береді. Мектеп қабырғасында түрлі үйірмелерге белсене қатыса жүріп, баянда ойнаудың қыр-сырын меңгеріп алады. Оқу бітіргеннен кейін алғашқы еңбек жолын Қарағандыдағы оқу өндірістік кәсіпорнынан бастайды. 1968 жылдан 1978 жылға дейін Жезқазғандағы номері 8-ші қазақ орта мектебінде ән күй пәнінен сабақ берді. Мектепте хор, вокалды аспаптар үйірмелеріне жетекшілік етті. Мұғалімдікпен қатар 1970 жылдан бастап металлургтар мәдениет сарайында әуесқой қазақ топтарының көркемдік жетекшісі қызметін атқарды. 1970 жылы Қарагөз вокалды аспапты ансамблін құрып, оның көркемдік жағынан өзі басқарған еді. Қарагөз ансамблі мен оның жетекшісі болған Жақсыгелді Сейіловтің ұлттық руханиятымызға қосқан еңбегі өлшеусіз. Қарагөз ансамблінің репертуары қазақ, орыс халықтарының әндермен қатар Жақсыгелдінің өзі әндермен де толығып, көрермендер жанына ерекше кесін қылған еді. Композитордың «Неге солай», «Ана туралы баллада», «Кездесу», «Алматым ғажайып қаласың», «Айналайын қанатым» атты республикалық байқауларда жүлделі орындарға ие болды. 1973 жылы Алматыда өткен саяси әндердің бүкіл одақтық байқауына қатысып, лауреат атанды. Жақсыгелді Сейілов шығарған әндерін алдымен өзі орындап, халықтың жүрегіне жол таба білді. 1975 жылы Жезқазған филармониясында «Жезкиік» атты ансамбль құрды. Өнер ұжымын Жақсыгелді ақын Кәкімбек Салықовтың сөзіне жазылған «Жезкиік» әнінің атымен атады. Композитор 1975 жылдан бастап облыстық филармонияда қызмет еткен. 18 жыл бойы үзбей гастрольдік сапарға шығып, халқының алғысына бөленген талант иесі. Бұл жылдар Жақсыгелді ағамыз үшін жемісті болды. Ол әуесқой композиторлардың Садық Кәрімбаев атындағы республикалық байқауында жүлделі бірінші орынды жеңіп алды. Шәмші Қалдаяқов атындағы фестивальдің бас жүлде иегері. Моңғол халық республикасына барып өнер көрсетіп қайтты. 1974-1976 жылдары, 1983-1985 жылдары Қазақ зағиптер қоғамы Жезқазған облыстық бөлімшесінің төрағасы қызметін атқарды. Кейін Жезқазған облыстық мемлекеттік филармониясында концертмейстер болып еңбек етті. Жезқазған қаласының құрметті азаматы деген атағы тағы бар. Жезқазған аймағын 30 жылға жуық әсем әнімен тербеп, биік азаматтық келбетімен қуантқан тек өз жерлестеріміздің ғана емес, иесі қазақ қаласының қадір тұтар азаматы болған ерекше талант иесі, асыл жар, ардақты әке Жақсыгелді Сейілов 1997 жылы 25 наурызда дүние салды.